Мен үшін өте бір керемет жыл болды деп мен кәдімгідей кеудемді керіп айта аламын. Неге десеңіз, мен сол жылдың басында мен алладан тілеп алған ілімім, мен басында келгенде айтқанмын, көктен іздегенімді мен жерден таптым деп. Сол күнім менің әлі есімнен шықпайды. Келген кезде менде жаңағы мастер-класстың өзіне менде уже уверенность пайда болды. Уверенность болды, и ешқандай обсуждениеге ештеңеге келген жоқпын. Мен сразу сол пакетті алдым. Мен оған алғаны өкінген жоқпын. 3 күн сабақта отырдым. 3 күн сабақта мен кәдімгідей бір басқа әлем болды менде. Содан кейін мен сол күннен бастап мен наработкада тұра бастадым. И кәдімгідей мен бір күшті сезіндім. Одан кейін жаңағыдай энергетикалық деңгейде каналдарды жіберу арқылы өзім айтып жүрмін ғой, өзімнің бауырларымнан басталды барлығы. Одан кейін жан-жақтағы адамдарға. И мен қазіргі кезде өзім сол наработкаға тұру арқылы өзімнің біраз мәселе дейді ғой, денсаулық мәселесі болсын, барлығын мен реттеп алдым деп толықтай айта аламын. Мен күнде наработкадан кейін айтылатын нәрсе, айтылмайтын нәрсе. Мен бірінші Аллаға, екінші осы ата тегім айтамын, ата-анам айтамын. Одан кейін барып жаңағы осы білімнің қалаушы, негізін қалаушы ілім аталарына рахметін айтамын, ұстаздарыма деп мен ерекше айтамын. Өйткені әрбір нәрсеге адамда благодарность болу керек деді ғой. Жай эмоцияның өзі, соның өзі алғыс болып табылады. Сондықтан да мен ешқашанда өкінбеймін, қуанамын. Енді алда мен ойлаймын, үлкен мүмкіндіктер бар деп. Мен үлкен мүмкіндіктер бар деймін. Сондықтан да мен қашанда болсын, енді бәріміз осы Қазақстанның ұрпағы болғандықтан мен үнемі тілеуімді тілеймін, осы Қазақстан өркендесе екен, адамдардың ой санасы ашылса екен, осындай жаңағы керемет ілімді, ғылымды меңгерсе екен деген. Және енді осы космоэнергетиканың нелердің барлығын оқып таңғалып жатырмын ғой. Сол кезде менде үлкен мүмкіндіктердің барлығына көзім жетті. Оған бірінші адам өзі келу керек, ниет ету керек, одан кейін әрекет ету керек, және де соны келесі ұрпаққа жаңағы жалғай білу керек. Түсінемін. Өйткені бізде қазақта үнемі айтады ғой, тектілігіңді сақта, тектілігіңді. Ол енді қазіргі біздің ғылыми тілмен айтқанда ДНК деп аталады. Сол тектілігімізді, ДНК-мызды біз жаңағы таза ұстайтын болсақ, Елизавета II өзі айтқан екен ғой, бұлар қазақтар кім екенін білетін болса, әлемді жаулап алады деп. Сол сияқты біз енді сондай әлемге атымыз мәшһүр болатын сондай мемлекет болсақ екен деп тілеймін. Негізі бұл керек пе екен адамзатқа? Керек, өте керек. Мен осыдан енді точно қанша жыл бұрын екенін мен қазір санамда жоқ, бірақ мен